Әлеуметтік желіде көріп қалдым осындай қарапайым құралды. Маған өзіме қатты ұнады. Оның қарапайымдығы сонша, нәтижесіне сену қиын деп жатырмын. Бірақ оны 30 күн бойы үзбей жасау керек. Өзіңдегі өзгеріске таң қалуың мүмкін дейді. Бұл әдіс аудиотренинг. Ол қалай жұмыс істейді? Ми үшін ең сенімді әрі жақын дауыс өз дауысың. Ұйықтар алдында мидың белсенділігі төмендейді, сондықтан сол уақытта айтылған ойлар жеңілірек қабылданады. Не істеу керек? Алдымен қандай адам болғың келетінін және қандай өмір сүргің келетінін нақты анықтау. Содан кейін ұзақтығы 1,5-2 минут болатын мәтінді өз даусыңмен диктофонға жазып алу. Қаласаң, өзіңе шабыт беретін тыныш әуенді фон ретінде қосуға болады. Осы аудионы күн сайын 30 күн бойы ұйықтар алдында тыңдау керек. Қайталау тұрса, одан да жақсырақ болады. Бұл әдіс өз мақсаттарыңды үнемі еске салып, жақсы әдеттерді қалыптастыруға және ойыңды бір бағытқа шоғырландыруға көмектесуі мүмкін. Ал кеттік, жасап көрейік, нәтижемен бөліс.